елордамызда Нұр-Сұлтан қаласының 2-ші қалалық көпбейінді ауруханасында 30 қараша күні мен 3 желтоқсан аралығында үлкен халықаралық конференция өткізіп жатырмыз. Ол конференцияның аты кератопластиканың заманауи аспектілері деп аталады. Оның ішінде жаңағы көздің мөлдір қабығының алмастыруы, орысша айтқанда жаңағы роговицасын ауыстыру, транспланттау. Сол мәселе бойынша америкалық мамандардың қатысуымен осы елордамыздың 2-ші қалалық ауруханасында осы үлкен шараны жүргізіп жатырмыз. Оны жүргізуіміз себебі елордамызда, болмаса жаңағы Қазақстан елінде осы уақытқа дейін еш уақытта болған емес мұндай операциялар. Сол заманауи технологияны осы елордамыздағы 2-ші қалалық ауруханада жүргізсек деген ойымыз бар. Алғашқы операциямызды ертең 1 желтоқсан күні басталғалы жатырмыз. Қазақстан бойынша 1800-ге жуық осындай науқастарымыз тіркелген. Оның барлығымыздың үлкен жоғары сапалы технологиялық операция жасауға күтіліп отыр. Қазіргі таңда кератопластика, болмаса жаңағы көздің мөлдір қабықшасын ауыстыру мынау Ресей Федерациясында жасалған жоқ. Біздің өзіміздің Қазақстан жасалғандықтан медициналық туризмді дамытуға үлкен әсер етеді деп ойлаймыз.